Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақстан тарихы сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Қазақ хандығының құрылуы. Оқу мақсаты Қазақ хандығы құрылуының тарихи маңызын анықтау, Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи Рашиди еңбегінің маңыздылығын түсіндіру. Бұл сабақта балалар ұлы даладағы Қазақ хандығының құрылуының алғышарттары мен барысын, тарихи маңызын білетін боласыңдар. Қазақ хандығының құрылуы туралы Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи Рашиди еңбегімен танысатын боламыз. Ең алдымен мемлекет сөзіне анықтама беріп кетейік. Мемлекет белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы. Балалар, 13-15 ғасырларда Қазақстан аумағында қандай мемлекеттер өмір сүрген екен? Есімізге түсірейікші. 13-15 ғасырда Қазақстан жерінде Ақ Орда, Әбілхайыр хандығы, Ноғай ордасы мемлекеттер өмір сүрген екен. Қазақ мемлекетінің шығу тегі, өмір сүру салты және мәдениеті жағынан ұқсас түркі тілдес тайпалардың бірігуі нәтижесінде құрылды. Қазақ халқы мемлекеттілігінің дамуында Ақ Орда, Моғолстан, Әбілхайыр хандығы, Ноғай ордасының құрылуы маңызды кезең болды. Бұл мемлекеттерде ұлыстық жүйе, хандық билік, қарулы күштерді құру мен салық жүйесі ортақ еді. Қазақ хандығының құрылуы 15 ғасырдың екінші жартысында құлдырауды бастан кешірген екі мемлекет, яғни Әбілхайыр хандығы мен Моғолстанның ішкі саяси жағдайымен байланысты болды. Қазақ хандығының қалыптасуы Шығыс Дешті Қыпшақ, Жетісу мен оңтүстік Қазақстан аумағындағы экономикалық және саяси үдерістердің заңды нәтижесі болып табылады. Қазақ мемлекеттілігінің құрылуы Керей мен Жәнібек сұлтандардың есімімен тығыз байланысты. Қазақ хандары топтамасы. Жәнібек хан. Қазақ хандығының екінші ханы. Билігі 6-7 жылға созылған Жәнібек хан тұсында Қазақ хандығы толық, дербес, жеке ел ретінде өмір сүру жолына түсті. 1470-71 жылдары хандық билігін Дешті Қыпшақ аумағына толық тарата бастады. Хан шамамен 1473-74 жылдары қайтыс болған. Керей хан 1458 жылдың көктемінде Шу өңіріне көшіп келген ру тайпалардан негізі қаланған Қазақ хандығының тұңғыш ханы. Жас мемлекеттің көршісі Моғолстанмен ұзақ уақыт достық, бейбіт қатынаста болуы хандықтың тез нығаюына оң ықпал етіп, оның халқының саны аз уақыт ішінде 200 мыңнан асып кетеді. Бұл кездері Моғолстанға қоныс аударған адамдар өзбек ұлысында қазақтар деп атала бастады, және атауы бүкіл хандыққа тарады. Аңыз бойынша Керей хан Қазақ хандығын 10 жылдай билеген және хан тауы етегінде жерленген. Бейнефильмді көріп болсақ, балалар, Мұхаммед Хайдар Дулатидің еңбегіне тоқтала кетейік. Мұхаммед Хайдар Дулати тарихи Рашиди атты еңбегінде бұлай деп көрсетеді. Сол заманда Әбілхайыр хан Қыпшақ даласына түгелдей билік жүргізіп тұрған еді. Ол жошы хан ұрпағы сұлтандарға көп жайсыздық туғызып, Жәнібек хан мен Керей хан одан қашып, Моғолстанға кетіп қалған. Есенбұға хан оларды құрметпен қарсы алып, Шу өзені өңіріндегі Қозыбасыны тапсырған еді. Ол аймақ Моғолстанның батыс шеті. Олар бұл аймақта бейбіт өмір кешті. Әбілхайыр хан қайтыс болған соң, өзбек ұлысы өзара тартысып, араларында көп келіспеушілік туды.
біразы Керей хан мен Жәнібек ханның маңына жиналған еді. Саны 200 мыңға жетеді. Олар өзбек, қазақ деп аталды. Яғни 1465-1466 жылдары қазақ хандығының құрылған мерзімі. Ал оның көк туы көтерген жері Жетісудың батыс бөлігі Үйсін, Дулат, Қаңлы тайпаларының дәстүрлі мекені екен деп атап көрсетеді. Шу мен Талас алқаптарында 1465 жылы қазақ хандығы жарияланған екен сонымен балалар. Оның алғашқы ханы Керей ордасы Қозыбасы болды. 2015 жылы Ұлы дала құрылған қазақ хандығының 550 жылдығы аталып өтілді. Оны бабалар рухының қайта түлеп жаңғыру деп қабылдадық. Қазақ хандығының 550 жылдық мерекесі мемлекетіміздің ерекше қуатты мен еркіндігінің, абырой беделінің, азат рухының нышаны болып табылады. Балалар, тапсырмаға кезек берейік. Қазақ хандығының құрылуы қай сұлтандардың есімімен байланысты екен? Ақ Орда, Әбілқайыр хандығы, Моғолстан мен Ноғай ордасының саяси құрылымындағы ортақ ерекшеліктерді атайықшы. Бұл сұрақтардың жауабын төмендегі сілтеме арқылы аты жөнімізді жазып, маған жіберетін боламыз. Келесі тапсырмаға көшейік. Керей мен Жәнібек Әбілқайыр хандығы әлсіреген кезде көшпелі өзбек мемлекетінен көшіп кету себебін анықтаңыз. Бірнеше себептерін анықтайтын боламыз. Бұл сұрақтың да жауаптарын таңдап алып, төмендегі сілтеме арқылы аты жөнімізді міндетті түрде жазып жіберетін боламыз. Бұл тапсырмалардың жауаптарын қандай баға алғандарыңызды қалыптастырушы бағалаудан күнделік кезет сайтынан көре аласыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымызда қандай жерден қиналдық, немесе қандай жақсы меңгердік сабақты, сол туралы кері байланысты оқу бағдаршамы стратегиясы арқылы маған өзімнің жеке чатыма немесе төмендегі Padlet доскасына жіберетін боламыз. Сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар.